Аш қарынға ішкен су біздің денемізге қалай әсер етеді? Егер сіз оған куркума қоссаңыз не болады? Ал мейіз суының қандай қасиеттері бар? Және бұлардың қайсысы пайдалырақ? Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарайтын болсаңыздар, сіздер аш қарынға не үшін су ішу керектігін және оған не қосу керектігін білетін боласыздар. Су тіршілік көзі, ол ағзаға ауа сияқты қажет. Адам жасына байланысты 60-80%-дан судан тұрады. Жалпы күнделікті 1,5-2 литрға дейін қарапайым суды тұтынып отыру керек. Бірінші стаканды оянғаннан кейін бірден ішу керек. Бұны дәрігерлер де ұсынып жатады. Дәл осылай ұзақ өмір сүрушілер де өз күндерін бастайды екен. Аш қарынға ішкен су біздің денсаулығымызға қалай әсер етеді? Су адамға оңтайлы ішкі ортаны сақтау, токсиндерді кетіру, оттегі мен қоректік заттарды сіңіру, қажетті температураны ұстап тұру, буындарды майлау үшін қажет. Түннен кейін асқазан бос болады. Сондықтан су тез сіңіп бүкіл денеде таралады. Осының арқасында токсиндер мен шлактар шығарылады. Бүйрек пен ішектің экскреторлық қызметі жақсарады. Тері жасушалары жаңарады. Бет терісі жақсарады. Метаболизмнің қарқындылығы артады. Асқазан мен ішектің тамақ қабылдауға дайындығы жүреді. Сонымен бірге ферменттердің өндірісі де белсендіріледі. Және асқазан сөлінің қышқылдығы тұрақтандырылады. Ішкі бұлшықет талшықтар босаңсытады. Органдардың спазмы өтеді және ауырсыну қарқындылығы да төмендейді. Салмақ жоғалту үшін қолайлы жағдайлар қалыптасады. Энергетикалық әлеует артады. Бұл дененің барлық жүйелерінің жағдайының жақсаруына келеді. Ұйқышылдық өтіп әрқашан жақсы көңіл күй сыйлайды. Аш қарынға қарапайым су ішу әрине пайдалы. Бірақ егер сіз оған лимон, бал, дәмдеуіштер, кептірілген жемістер, табиғи шырындар, сода қосып зәйтүн майын қабылдаумен біріктірсеңіз, онда олардың пайдасы бірнеше есе артады. Дене жаңа оянған сәтте жаңа серпіліс пен күш қуат алады. Ал көптеген адамдар үшін бұл күні бойы жетіспейтін сезім болып келеді. Сонымен әрі қарай біз бір стакан мейіз сумен салыстырғанда, куркума қосылған таңертеңгі стаканның адам өміріне әсерін қарастыратын боламыз. Егер сіз бір стакан суға куркума қоссаңыз, не болады? Куркума бұл зімбір тұқымынан шыққан өсімдік. Оның тамыры ашық сары түсті. Оның құрамында минералдар, дәрумендер, басқа биологиялық белсенді заттар бар. Олардың ішіндегі ең белсендісі куркумин болып табылады. Бір стакан суға жарты ас қасық куркума қосу сусынды ерекше дәмге айналдырады және пайдалы қасиеттермен байытады. Куркума суын күн сайын 40 күннен 60 күнге дейін қабылдау керек. Куркума ерітіндісі бар стаканға бір шымшым қара бұрыш қосу керек. Содан кейін куркумин тезірек және белсенді түрде сіңеді. Жылы күйде кішкене жұтыммен ішу әлде қайда жағымды және пайдалы болып келеді. 5-7 минуттан кейін жатып, жарты сағаттан кейін таңғы асты ішкен жөн. Қарапайым сусын ағзаға керемет әсер етеді. Бірінші, жақсы көңіл күйді сыйлайды. Өйткені бұл қуаныш гормоны, серотонин өндірісінің жоғарылауына келеді. Екінші, қатерлі ісік пен созылмалы қабынудың даму қаупін азайтады. Өйткені оның құрамында белсенді антиоксиданттар бар. Үшінші, майдың ыдырауына, метаболизм белсенділігінің жоғарылауына ықпал етеді. Осылайша салмақ жоғалтуға келеді. Төртінші, жүрекке, атеросклерозға және психоэмоционалды шиеленіске қарсы тұруға көмектеседі. Кардио жаттығуларын ауыстырады. Бесінші, бұл тері сапасының жақсаруына, серпімділік пен қаттылықтың жоғарылауына келеді. Алтыншы, денені сауықтырады және жасартады, есте сақтау қабілетін жақсартады. Сонымен бірге ақыл-ой белсенділігін де арттырады. Мейіз суының қандай қасиеттері бар? Мейіз жаңа жүзімнің көптеген қасиеттерін сақтайды. Мейіз суын дайындау кезінде барлық пайдалы ингредиенттер суға түседі. Бұл формада олардың барлық пайдасын сіңіру әлде қайда жылдам және қарқынды болып келеді. Пайдалы сусын дайындау өте оңай. Бір ас қасық мейізді алдымен қарапайым суық сумен 1 сағатқа қалдырыңыз. Жидектер ісінген кезде оларды термосқа салып үстіне 500 мл қайнаған су құйыңыз. Оларды кем дегенде 1-2 сағат бойы тұндырыңыз. Дайын сусынды жеке немесе жидектермен бірге де қолдануға болады. Бұл пайдалы және өте дәмді болып келеді. Осылайша аш қарынға 1 стакан мейіз суын ішу. Біріншіден бұл ағзаны минералдармен, дәрумендермен байытуға келеді. Олар оңай сіңетін және қолжетімді түрде келеді. Екіншіден, фитонутриенттердің көп болуы ерте қартаюды, атеросклероздың дамуын болдырмауға, холестеринді төмендетуге және қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. Үшіншіден, қуат береді, жеңіл таңғы асты алмастырады, әсіресе жидектерді жесеңіз.
Денеге қажет нәрсенің бәрі тез және қиындықсыз сіңеді. Өйткені мұндай суды тіпті сәбилерге де ішуге болады. Төртіншіден, ішектерді тазартады. Бауырды жасушаларда қалған токсиндерден арылтуға көмектеседі. Асқазан бұлшықеттерінің тонусын арттырады. Бұл жүрек айнуы мен ыңғайсыздықты жеңілдетеді. Пайдалы микрофлораны қалыптастыруға да көмектеседі. Бесіншіден, егер ішек тазартылса, асқазан ішек жолдары дұрыс жұмыс істейді. Содан кейін тері ылғалды, жылтыр және таза, ал шаш көлемді және мойынсұнғыш болып келеді. Және алтыншыда, бұлшықеттер күшке ие болады. Қажетті төзімділік пайда болады. Физикалық және ақыл-ой өнімділік артады. Ал сіз әдетте аш қарынға қандай су ішесіз? Бізбен бірге комментарийде бөлісе кетіңіз. Сонымен бұлардың қайсысы пайдалы? Неге тоқтау керек? Аш қарынға қандай су ішу дұрыс? Және бұл әдістер денеге зиян тигізбей ме? Сауықтыру әдістерін таңдамас бұрын әркім өзіне осындай сұрақтарды қояды. Бірақ біз жалғастырмас бұрын, егер ақпараттарымыз пайдалы болып жатса, арнаға жазылып, таныстарыңызбен роликті бөлісе кетсеңіздер дегім келеді. Ал бұл біздің арнамыздың жақсы дамуына және алдағы уақытта көптеген адамдарға пайдалы болуына септігін тигізері сөзсіз. Егер сіз аш қарынға су ішуді шешсеңіз, онда сіз әрқашан ең қарапайымнан, яғни жылы судан бастауыңыз керек. Күн сайын таза судан бастап, қосымша өнімдерді қосып құрамын өзгертіп отыруға болады. Барлық су қоспаларын курстармен қабылдаған дұрыс. Жалпы не пайдалы екендігін айту мүмкін емес. Денеге сәйкес келетін, аллергия тудырмайтын, жақсы төзімді, әл-ауқатын жақсартатын, дәмі ұнамды болып келетіннің барлығы пайдалы болып келеді. Ал оны тек сіздің организміңіз өзі айтады. Осылайша куркума мен мейізді таңдағанда дененің күйін, созылмалы аурулардың болуын талдау керек. Кейбір қарсы көрсеткіштер. Сонымен мейіз суының іс жүзінде қарсы көрсетілімдері жоқ. Тек мейізге жеке төзбеушілік. Тіпті сәбилерге де ұсынылса, ол әрқашан жақсы төзімді болып келеді. Ал куркума болса, белсенді әрекет етеді. Тіпті агрессивті деп те айтуға болады. Сондықтан оны қолдануға бірнеше нақты қарсы көрсеткіштері де бар. Мұндай қоспа бронх демікпесі, асқазан жарасы, созылмалы гепатитпен ауыратындарға жарамайды. Қан кету қаупі жоғары болған кезде асқазанда немесе ішекте жедел қабыну процестері болуы мүмкін. Осылайша біз қарапайым суды аш қарынға қабылдауға кеңес береміз. Тек қайнатылмаған, бірақ жай ғана тазартылған. Ал әртүрлі қоспаларды қолданар алдында дәрігермен кеңескеніңіз жөн. Дәрігер сіздің денеңіздің ерекшеліктерін біледі. Қажет болған жағдайда тексеруді тағайындайды, сынақтар жүргізеді. Нәтижелеріне сәйкес ол сізге не қабылдауға болатынын және ненің қажет емес екендігін, немесе мүлдем болмайтындығын айтады. Дұрыс таңдау қиындықтар мен қосымша емдеу қажеттілігін болдырмауға көмектеседі. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.